Hello everyone, Online English KZ, and today we are going to teach you how to pronounce brand names correctly. Hey guys, бүгін біз бота екеуміз сіздерге брендтің атауларын қалай дұрыс айту керектігін үйрететін боламыз. Мен бірінші брендтің атын Айбекке көрсететін болам. Ол you can pronounce it, okay, and then I will tell you how to pronounce it correctly. Okay, so the first word, please. McDonald's. McDonald's. Қазіргі кезде өте әйгілі фастфуд рестораны, да? And to pronounce it correctly, it is McDonald's. McDonald's емес, McDonald's. 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 Мынау кісілерге айтыңыз, гитараны қоя тұрсын деп. Бәсе аналар қойып тұр, неғып дауыс шыға береді деп. Қойындар қойсын. The second word, please. Mercedes. Mercedes, бәрі жақсы көретін Mercedes. Бірақ ағылшын тілінде оны айтатын болсақ, Mercedes. Mercedes. Қайтала? Mercedes. Mercedes. Yeah, Mercedes. Үшінші сөз. Chanel. Chanel, бәрі жақсы көреді, қыздардың бәрі армандай. But to pronounce it correctly, it is Chanel. 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 This word. Louis Vuitton деп оқысам нормально ма? Айта бер, иә. Окей, біз есентайдан жиі көретін Louis Vuitton. Louis Vuitton, that's correct. Сондағы S-ті айтпаймыз, Louis Vuitton. Окей, Louis Vuitton емес қой, сонда? Иә, Louis Vuitton. Типа бұлай осы жерде монтажын кезінде бағанамен дырр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 rr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 r
Nike. Nike, бәріміз жақсы көретін Nike. Бірақ Қазақстанда Nike деген өте популяр, әйгілі болса, солай айту. Ағылшын тілінде it's Nike. 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 That's the correct one. The next word is, please. Гермес. Hermes. So how to pronounce it correctly? It is Hermes. Hermes. It is Hermes because it's a French word. Француз тілінен келген бренд болған үшін бірінші әріп айтылмайды да Hermes болады. Онда француз тілінен келген болса, бұны мен Hermes деп оқитын шығармын. Окей, енді жетінші сөз. Adidas. Adidas. Бәріміз жақсы көреміз, бәріміз Adidas деп айтамыз. Бірақ сіздер Америкаға барған болсаңыздар, Adidas'ты Adidas деп айту керек болады. Adidas. The next word, бәрі жақсы көретін машина бренді. BMW. Избавьте от комплиментов. Негізі BMW өзі неміс тілінен келген, немістің машинасы, қателеспесем. Неміс тілінде BMW деп айтсаңыз, олар сіздерді түсінеді, BMW. Бірақ Америкаға бар BMW десеңіз, олар сіздерді мүлдем түсінбейді. Я боюсь, они не знают ни слова по-немецки. Америкаға бар BMW-ні айтқыңыз келсе, BMW деп айту керек. Әр әріпті ағылшынша. BMW. Ты все изменил. Навсегда. Енді мынау 9-шы сөз. Уги. Бізде өте әйгілі аяқ киім бренді деп айтсақ болады. Қазақстанда біз оны Уги деп айтсақ, Америкада оны Ugg дейді. Ugg? Да, Ugg boots. Уги емес, онда Ugg. Don't worry. Be happy. And the last word for today is H&M. H&M. Бәріміз айтамыз оны. H&M'де бір рет болған кезде бір кісілердің H&M деп айтқан естіген болғанмын. Енді екі әріп тұрғаннан кейін H&M деп айтқан. Менде бір қыз болған, Сман бар ғой, соны. Неге Сман ғой? Сөйтіп Смен деп оқиды екен да. Сол жағынан. Сондай қателеспес үшін сіздер осы брендті H&M деп айту керек. Получается H&M екі кісінің, да, получается бірге жасаған бренді. Бірақ ана and деген сөздің D дегенін айтпасаңыз болады H&M. Чувствуешь разницу? H&M. Дұрысы H&M. H&M. Okay, thank you guys. Hopefully that this video is going to help you to pronounce these brands correctly. Рахмет назарларыңызға. Үйреніп алдыңыздар ма? Давай, осыны мен түсірейін. Давай, басынан соңғысына жіберейін. Thanks everyone for watching. Hopefully this video is going to help you how to pronounce brand names correctly. Рахмет достар, назарларыңызға. Бұдан былай осындай пайдалы дүниелерді беріп отыратын боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Сіздермен бірге болған Бота, Айбек және сіздермен бірге болған Online English KZ.